мына 18 қаңтардан 19 қаңтарға қараған түнде сағат түнгі 1-ге 10-15 минут қалған шамаларда жаңа айдың туылуы болады. Жаңа ай туылғанда бізге көріне бермейді көбінде. Себебі ай өте кішкене, нәзік. Сондықтан жаңа ай туылудың алдында ай кемиді. Ең кеміген тұсы болады 3 күн бұрын. Ал енді 3 күн кейін жаңа айдан туылғаннан кейін әлі бізде күш аздау болады. Себебі жаңа ай енді туылды. Бірақ бір істерімізді жасауға алдымызға жоспар құратын кезеңіміз. Себебі бір дән тастасақ, сол өсіп өнеді жаңа айдың туылуымен, ол да тез өсетін болады. Нәтиже беретін болады. Және бұл бір күнде емес, бір айда, немесе 6 айда, ал кейбір адамдар тіпті 2-3 жыл кезеңде үлкен ұзақ мерзімдік өсім беретін жоспарлардың нәтижесін көретін. Сондықтан да өте мықты жаңа айдың туылуы деп жатқаным осы. Ең күштілігі мықтылығы жағынан. Себебі тау-ешкі белгісінде жаңа айдың туылуы болады. Қазақстан Астана уақытымен. Сол түнгі 1-лер шамасында. Тау-ешкі белгісі қандай белгі? Бұл жер белгісі. Енді бұл тек тау-ешкіге қатысты екен деп эфирді басқа жаққа бұрмаңыздар. Себебі бұл тау-ешкі белгісі барлық адамда бар. Біздің күніміз әртүрлі белгіде болуы мүмкін. Себебі күн тұрған жер ең жарық жер, ең көп энергия көп жер. Ал бірақ әрбір адамда 12 белгінің, барлық 12 белгінің салалары бар. Күніміз қай жерде сіз солсыз, қалған 11 белгі сіздің 11 түрлі салаңызға жауап береді. Соның тау-ешкі белгісі жерінде ол сіздің некеңіз, махаббат қарым-қатынасыңыз, ол сіздің жұмыс кәсібіңіз, ол сіздің емделу, немесе бір шет елге қыдыру, немесе бір тест экзамен, немесе балаларыңызға қатысты, сүйгендеріңізге қатысты, немесе бір стресске қатысты бір жағдайлар әртүрлі салаңызда болуы мүмкін. Бірақ сол жер сіз үшін ең маңыздысы деген сөз. Бұл жаңа айдың туылуы тау-ешкі белгісінде болады. Өте жер белгісі, материалды дүние, пайдалы нәрсе, пайдалы ем, еңбекқорлық, шыдамдылық, шынайылық, тек осыған жауап береді. Осындай жаңа айдың туылуы. Сондықтан бір бастамаларға өте мықты уақыт сіздерге. Жаңа ай туылуы. Неге? Себебі мына 30 маусым сол аралықта тура осы тау-ешкі белгісінде ай толуы болады. Қазіргі бір жаңа бастамалардың нәтижесін көретін уақыттарыңыз жазда. Сол кезеңде жеткен жетістігіңізді, немесе қай жерге дейін бардыңыз, не жасадыңыз, не ойландыңыз, не түйдіңіз, соны бір көретін уақытыңыз. Көзіңіз ашылады. Бір құжаттар тапсырсаңыз, сол кезеңде дайын болады. Немесе бір маңызды өміріңізде махаббат адамыңызды кездестірсеңіз, сол кезеңде бір ең шарықтаушы кульминациялық кезең болады. Себебі ай толуы ғой. Айдың толуымен біз жарық, кең түрде бір көзіміз жететін уақыт. Кез келген саламызға. Бастамамыздың осы уақыттағы. Бір адамдар, мысалы, бір кафе ресторанын ашу мүмкін. Немесе жаңағы ас мәзірі өзгеруі мүмкін. Әйтеуір біз өмірімізге үлкен маңызды, біздің өмірімізге үлкен бір өсім беретін, алдымызға бір қадам жасауды бізден талап етіп тұр бұл жаңа айдың туылуы. Бір бизнес бастауды, немесе бір пайда әкелмейтін кәсібімізді жауып бір басқа бағытқа қарауды, немесе махаббатымызда да қасымыздағы адаммен бір шынайылықты қарап соны бір таразыға тартуды. Осы уақытқа дейін сондай уақыттан өттік біз, себебі енді соның бір шешімін қабылдайтын уақытымыз. Немесе бір жаңа бастамалар, үй алу, жер алу, көшу, бірден көшіп кету. Әйтеуір кез келген саламызда үйлену, тұрмысқа шығу, емімізді алу деген секілді. Әйтеуір әр адам үшін ең маңызды бір сүйек құрылымдық соған жауап береді. Және бүкіл әлемде мемлекеттерде дәл осылай болады. Бір ел басшыларына қатысты оқиғалар болады, бүкіл бір елдерге қатысты оқиғалар болады. Қатаңдық, бір тәртіптер орнайды. Бірақ соңғы бір ескірген дүниенің ең соңғы кезеңіндеміз. Қаласақ та қаламасақ та оның соңы бітті енді. Бұрынғыдай енді ешқандай болмайды деп тұр бүкіл әлемдік өзгеріс және жеке адамның өмірінде. Неге? Себебі тау-ешкі белгісінің ең соңғы 29 градусында жаңа айдың туылуы болады. Соңғы ең. Бірақ сол жердің әлі де бір пайда ресурстарды көру деген сөз. Осы жаз айына дейін аралықта. Сондықтан бір соңғы күшіңізді жинап, үлкен ақша қаражат табуыңыз мүмкін. Жаңа бизнесіңізді жабар алдын үлкен қорытынды нәтиже көріп, бір үлкен сатып алу жасайсыз, немесе орын ауыстырасыз.
немесе үлкен ем болады, немесе бір шетелге шығу болады. Әйтеуір осы жерде немесе үлкен жөндеу жұмысы болады. Осы уақытқа дейінгі бір жинаған тәжірибеңіз, ресурсыңыз, пайдалы адамдарыңыз, немесе біліміңіз, соның бір нәтижесін көріп, қолыңызға мүмкін құжат түсу деген секілді. Осы жерде сол соңғы жаңа айдың туылуы болып тұр, бірақ соңғы градусында. Әр белгіде 30 градус болады. 29 градусында. Бірақ бұл жерде бәрібір аяқталу болады деген сөз. Сонда бір мемлекеттік құрылымдардың да соңғы бір күшін жинап, бір нәтижелерді көрсететін уақытысы. Бір соңғы тартыстар болады, немесе бір дүние мүлік бөлісулер болады материалдық жағдайдан. Немесе бір соңғы күшін көрсететін болады бүкіл әлемдік қазіргі мына саясатта. Бір соғыстардың өте үлкен бір өршу кезеңі болады. Ал енді жеке адамдардың өмірінде бізде, мәйлі әлемді қоя тұрайықшы, бізде де бір үлкен өзіміздің осы уақытқа дейін жинаған біздің бір тәжірибеміз, біліміміз, материалдық дүниеміз, немесе бір күш салған махаббат қарым-қатынасымыз осы уақытқа дейін солардың бір үлкен нәтижесін көретін кезеңіміз болады. Және бірақ сол жерде үлкен аяқталу. Және одан соң келесі этапқа өту. Бірақ одан соң бір жаңашылдықты өміріңе енгіз деп тұр бізде. Бұрынғыдай енді болуы мүмкін емес дейді. Бірақ жаңаның да әлі қандай болатынын білмейтін дейміз. Бірақ сонда біз аяқ басуымыз керек. Барып ішіне кіріп кетіп, одан соң көре жатамыз. Осындай жаңа айдың туылуы болды. Мықты, өте күші. Сондықтан жеке адамдардың өмірінде бір өте мықты кезең деп ойлаймыз. 7-ші ақпанға дейін, 17 февральға дейін. Себебі ол кезеңде күн тұтылу болады. Күн тұтылу дегеніміз не? Қазір осы 18 қаңтардан 17 ақпан аралығы осы уақыт ең жаңа бір шынайы көзқараспен қарау. Кез келген саламызға, материал дүниемізге де, махаббатымызға да үлкен бір алға бір жоспарлар, қозғалыстар кезең болады бізде. Және еш нәрсені бір көзімізге ілмейтін қатаң, шынайы сондай халге көшеміз көп адамдар. Және бүкіл елдерде де солай болады. Сондықтан мен бір үлкен әлемдікке қазір мына соғыс оттары өршіп жатыр ғой. Сол жерде де бір үлкен маңызды кезең болады деп, тіпті бір жағынан қорқынышпен де қараймын, бір жағынан алда үміттер де бар. Себебі бұл жерде еш нәрсені қарамай, басынан жаңағы аттап өтетіндей, сондай халге түсетін секілді. Сол жаңағы саясатта адамдар, немесе мемлекеттер, мемлекет басшылары. Әр уранның да аспектісі бар. Табан асты келетін жаңалықтар аспектісі. Уран бұл жаңашылдық технология, немесе аспан дүниесінде бір самолеттар, жарылыстар деген секілді, немесе бір табиғаттың өзгерістері деген секілді. Осы жағынан да мен бұндай үлкен ұлы аспектілерден бір жағынан қорқамын. Бірақ біздің елімізге енді оның қатты бір несі тимейді деп ойлаймын. Бірақ жеке адамдардың өмірінде өте мықты кезең болады. Осы бір ай ішінде. Жаңа бір бұрылыстар, үлкен бір мақсаттар, жоспарлар, сол бағытқа қарау кезеңіміз. Немесе осы уақытқа дейінгі бір жинаған тәжірибеміз, біліміміздің, ақша ресурсымыздың бір пайдасын көру кезеңіміз болады деп ойлаймын. Махаббат қарым-қатынасымызда да, емде де осылай. Енді бұл қай адамдарға әсер етеді? Әрине, тәуешкілер сіздерге қатысты болады. Әсіресе мына тәуешкі белгісінің бүкіл тәуешкілер, бір адам қалмайды, бүкіл тәуешкіге қатысты болады. Және бүкіл 12 белгіге қатысты болады. Себебі бұл өте үлкен маңызды жаңа айдың туылуы. Ешқандай адам қалмайды. Бірақ та өте көбірек, жаңа тастың өте бір түскен жері дейміз, ол бір пайдасы, ресурсында көретін, қатаңдығында көретін адамдар. Бұл 14 мен 24 қаңтар аралығындағы туылған соңғы тәуешкілер мен алғашқы сойғышты. Неге? Себебі тәуешкіден кейін сойғыш белгісі. Тәуешкінің 29 градусында тұр. Әр белгіде 30 градус болады, 30 күнде туылған адамдар. Ең соңғы белгіде тұр.
осы жерде жаңа ай туылып тұр. Жаңа ай туылғанда бір ай бойы, кемі бір ай бойы біз осы тақырыпта біздің өмірімізге оқиғалар келеді деген сөз. Осы тәуешкінің тақырыбында қазір мен айтып түсіндірдім. Және 6 айға да сол нәтижесін сол уақытта көреміз. Бірақ бір ай бойы осы жаңа айдың тууы. Мына 17 ақпанға дейін, күн тұтылуына дейін біздің өмірімізге ең негізгі бір қатаңдық, әділдік, шынайылық, және бір карьера жасау, жұмыс, кәсіп, оқу, тоқу, әйтеуір біз үшін өте маңызды. Құжат, сот істері, немесе бір неке, маңызды адамдарды кездестіру, әйтеуір осындай бір кезең болғалы тұр бізде. Жеке адамда да және бүкіл өміріміз, саясатта да. Сондықтан осы тәуешкілер және сойғыштар. Бүкіл тәуешкілер, себебі сіздердің белгілеріңізде жаңа айдың туылуы болып тұр. Сіздердің осы уақытқа дейін өзгелердің өмірі маңызды болса, енді сіздердің өмірлеріңіз маңызды болатын кезең. Бұл алдын ала әсер етеді. Көбінде бір апта бұрын, бір апта кейін әсер ету аймақтары болады. Осы уақыттарда сіздердің бір күшіңізге енетін уақытыңыз, өз өміріңізбен алысу, өзіңізге қатысты өміріңізге оқиғалар келеді. Немесе соған бір жаңағы қолыңызды, жеңіңізді түріп тұрып, өзіңіз соған кірісетін кезеңіңіз деген сөз. Әрі бұл уақытта кездескен махаббат адамдары, ер азаматтар, әйел азаматшалар, немесе кездескен достар, немесе жұмыс, кәсіпкер, өте бір өзінің жауапкершілікті, ұзақ уақытқа кететін, шынайы сондай адамдар болып келеді, немесе оқиғалар болып келеді, немесе жұмыстар болып келеді. Себебі тәуешкі белгісінде өте жер белгісі, ешқандай сезімсіз, шынайы көзбен қарау белгісінде жаңа айдың туылуы болып тұр. Сондықтан тәуешкілер сіздердің өте мықты кезеңдеріңіз, жылына бір-ақ мәрте келеді бұндай уақыт, және сойғыштар сіздерге де. Себебі сойғыш белгісіне осы 20 қаңтардан бастап күн ғаламшары сойғыш белгісіне өтеді. Осы уақытқа дейін бір құрылымдық сүйек, былайша айтқанда түсінікті болу үшін айтып жатырмын, жоспар құрып, ал сойғыш белгісіне күн өткенде енді өмірімізге тек бір жаңа оқиғаларды енгізуге кірісетін боламыз. Немесе сондай адамдар, ситуациялар кездесе бастайды біздің өмірімізге. Неге? Себебі сойғыш белгісі бұл ескірген дүниені жаңарту белгісі болып табылады. Ең революционер, ең бір тәуелсіз осындай белгі, және бір тепе-тең қарым-қатынасты қалайды. Ойымыздың бәрі бір өмірімізге бір жаңалықты енгізу, және біз үшін өте маңызды. Осы да болады, бірақ та оқиғалар біздің өмірімізге бір бізді еш қинаусыз, тең-бетең қарым-қатынаста, достар, класстастар, немесе орталар, бір одақтар, сондай қарым-қатынастар бір жеңілдік энергияда пайда болады. Сондықтан тәуешкі және сойғыш сіздерге қатысты болады, және соның ішінде де жаңа атап өткен 14 мен 24 қаңтар аралығындағы туылған соңғы тәуешкілерменен көбірек әсер ететіне алғашқы сойғыштар. Және 17 мен 27 мына шілде, июль аралығындағы туылған соңғы шаяндар мен алғашқы арыстандар. Неге? Себебі тәуешкіге қарсы бет ол шаян белгісі болып табылады. Тура тәуешкі және шаян бір осьте орналасқан. Сондықтан шаяндар сіздерге қатысты болады, бүкіл шаяндар. Сіздің қасыңыздағы адамыңыздың бір өміріне оқиғалар келуі мүмкін. Ол сіздің балаңыз болуы мүмкін, ол сіздің жұмыс беруші басшыңыз болуы мүмкін, ол сіздің жарыңыз, жұбыңыз болуы мүмкін, сүйгеніңіз болуы мүмкін. Әйтеуір солардың өміріне келген оқиғалар сіздің өміріңізге қатысты болады. Немесе сіз өмірлік жұбыңызды кездестіресіз, немесе бір үйленіп тұрмысқа шығасыз, немесе сізге бір ұсыныстар келеді, қарсы бетіңізде. Себебі сіздің қарсы бетіңізде жаңа айдың туылуы болып тұр. Сіздің күніңізге қарсы бет. Сондықтан сіздің өміріңізге көп оқиғалар келеді. Және бұл мына соңғы шаяндар менен алғашқы арыстандар сіздерге қатысты болады. Себебі жаңа айттым, қарсы бетте тура тәуешкі мен сойғышқа өтер жерде ең соңғы градусында болады. Сондықтан алғашқы арыстандар сіздерге де қатысты өте жағымды жаңа айдың туылуы. Және бұның бір нәтижесін әсіресе 6 айдан кейін толығырақ көретін боласыздар. Неге жеткеніңізді, неге жетпегеніңізді. 30 июнь аралығында.
тура тәуешкі белгісінде ай толу кезеңінде бір кульминациялық. Сол уақытта бір үлкен жөндеу жұмысын аяқтайсыздар, үлкен құжат қолдарыңызға түседі, немесе бір ресурс, пайда, ақшалар келеді, үлкен сатып алулар болады, немесе үйлену, тұрмысқа шығу, шетелге шығулар болады. Осы уақыттағы бір өмірлеріңізге енгізген бір жоспарларыңыз негізінде соны көрсетіп тұр. Және бір айдың ішінде тура мен жаңа айтқан осы тәуешкінің тақырыбында оқиғалар келеді, ешқандай белгілеріңізге қарамастан. Бұл жаңа не айттым мен? Ол сіз үшін өте маңызды бір алдыңызға қоятын жоспарыңыз, еміңіз, бір үлкен сатып алуыңыз, немесе үйленіп тұрмысқа шығуыңыз, бірақ әрқайсыңыз үшін ең маңызды. Себебі тәуешкі белгісі әр адамның астрологиялық картасындағы бір құрылымы, ең негізгі жоспары, өмірінің бір мәні, бір шынайылығы еш боямасыз. Сол тұсы болып табылады. Және 15 мен 25 мамыр аралығындағы туылған соңғы торпақтармен алғашқы егіздер. Және 17 мен 27 мына қыркүйек, сентябрь аралығындағы туылған соңғы бикештерменен ең алғашқы таразылар. Және бүкіл торпақтар мен егіздер, әрі бикештер мен таразылар. Сіздерге өте жағымды үшбұрыш аспектісі. Бұл не? Бір қиындықсыз келеді, сәтімен келеді деген сөз. Сіз ойлағандай, сіз ойладыңыз, мысалы, маған офис табыла ма, маған жұмыс табыла ма екен, немесе мен бір коллективке бардым, мен қалай қарсы алады екен, маған жағымды бола ма екен. Жоқ, сіз барсаңыз, сізге орныңыз да дайындап қойған, сіздің креслоңыз да дайын, сіздің столыңыз да дайын, адамдар да күлімдеп, жақсы басшы, тіпті алдыңызға шайыңызды әкеліп беруі мүмкін. Осы секілді, бұл мысал ғана. Былайша айтқанда, сіздің бір жоспарларыңыз өзі кеңістік әлем, Құдайдың өзі бір оңынан тудырады, сізге ешқандай бір қиындықсыз келетін болады деген сөз. Сондықтан алдарыңызға өте қорықпастан бір әрқайсыңызда бір ой, мақсат бар деп ойлаймын осы 2026 жылда. Соның ең алдарыңызға бір үлкен мақсаттарыңыз, ұзақ мезгілге кететін, мүмкін содан бір ақша көресіз, мүмкін үлкен ем аласыз, мүмкін өміріңіздің бір мән махаббатыңызды кездестіресіз. Әйтеуір осындай жаңа айдың туылуы болғалы тұр. Сондықтан жоспар жазыңыздар және нақты қимылдар жасаңыздар. Жоспар және уақытын белгілеңіздер және ешқандай бұлжымастан бір қимылдар жасаңыздар. Себебі еш қимылдамаған адамға кеңістік әлемде еш нәрсені бермейді. Және 14 мен 24 мына сәуір аралығындағы туылған соңғы тоқтылар менен алғашқы торпақтар. Және 17 мен 27 мына октябрь аралығындағы туылған, сонда бұл қазан айы, 17 мен 27 қазан, сол аралықта туылған соңғы таразылар мен алғашқы саршаяндар. Және барлық тоқтылар, торпақтар, таразы, саршаяндар. Әсіресе мынау қазіргі осы уақытта айтқан белгідегі адамдар, 14 мен 24 сәуір аралығындағы және 17 мен 27 қазан аралығындағы туылған. Сіздер бір бақыттарыңызды өзгертесіздер. Немесе пайда келмеген кәсібіңізді жамасыз. Немесе қонбаған еміңізден бас тартасыз. Немесе қасыңыздағы адам, жұмысыңыз, кәсібіңізде, махаббатыңызда, досыңыз, кез келген солардың бір шынайы бет бейнесін көріп, бір орталардан шығасыз. Әйтеуір осы жерде сіздер бақыттарыңызды өзгертесіздер. Сіздерде бір үлкен трансформация болады деген сөз. Және егер де тіпті бұл жерде сіздердің ешқандай қолдарыңыз тимесе де, бірақ бір өзгерістер, немесе бір жабылулар, аяқталулар болады деген сөз. Себебі сіздерде бұл үлкен бір трансформацияны көрсетеді. Әрі әсіресе бұл осы 18 қаңтар менен 17 ақпан, 17 февральда себебі күн тұтылу болады. Сол уақытта сіздердің өмірлеріңізге бір кармалық оқиғалар келеді. Кармалық деген не? Сіздің өміріңізге міндетті түрде келу керек. Енді сіз еш нәрсені өзгерте алмайсыз, ол кеңістік әлем сіздің өзі сіздің өміріңізге келу керек оқиғаларды алып келеді. Сол уақытта әсіресе 17 февраль менен 3 наурыз, 3 март аралығында сіздердің өмірлеріңізге сондай бір оқиғалар келеді. Бір үлкен бір бастамаларды бастап кетесіз, бір сізге көмектесетін адамдар пайда болады, немесе бірден жаңағы
сіз ойламағандай оқиғалар келеді, бірақ сіздің бағытыңызды өзгертеді, ойыңызды өзгертеді. Немесе бір сіздің қателескеніңізді өзіңіз байқайсыз деген секілді оқиғалар келетін болады.